Қайырлы кеш оқырман. Бұлбұл мен серік ажырасқалы жатыр ма? Не болып кетті? Ажырасу деген тақырып көп болып кетті. Бүгін болса, бұлбұл кім ажырасқысы келеді дейсіздер? Ортада қалған бала, ешкімнің ештеңесі кетпейді деген әңгіме бастады. Көптеген жазбаларын қалдырған сізге оқып берейін. Ажырасудан қорқатын едім, қорқынышты емес екен. Кешегі салған сториске байланысты. Сол баяғы ене мен келін тақырыбы. Бітпейтін әңгіме, менен гөрі бәрі жақсы. Кім жаман? Бұлбұл жаман. Бұрын алба жұлба болып жылап жататын едім. Қазір ондайға етім үйреніпті, бұйырғаны болады. Бұлбұлдың ақшасы жақсы да, өзі жаман ғой. Исектің жұмысы адал, еті арам деуші еді ғой, тура сол. Ешқашан бірге тұрмандар. Келін ешқашан жақсы болған емес, болмайды да. Дәже баласымен ұрсып қалса, сені көре алмай, өзімен өзі ұрыс шығаратын болады. Бәрібір сен кінәлі боласың. Мен қыдыртады екем, барлығын әпереді екем, төлейді екем. Мен жаман екемін, афигет. Мен ешқашан өзімді мінсізбін деп айтқан емеспін. Біз бәріміз адамбыз, және бәріміз қателесеміз. Менде кемшіліктер бар, мен жаспын, менің тәжірибем жоқ. Енді семья болып, бәрін үйреніп келе жатқанда осындай соққы алтаным жаныма батады. Менің де көңілім бар ғой, кім ажырасқысы келеді дейсіздер? Ортада қалған бала, ешкімнің ештеңесі кетпейді. Шай дайын, тамақ дайын, үй жинаулы, баланы тудық, барлығымен қарым-қатынас жақсы, мама деп отырмын. Ата-анамды араластырмаймын. Кафе дейсің ба, ресторан дейсің ба апарамын? Коммуналка, тамақ, максимально көмектесемін. Мен әр түрлі сыйлықтар беремін, уколдарын жасаймын. Әркім ауырған кезде қамқорлық жасаймын, ұрысқанда татуласуға тырысамын. Ал менімен бір нәрсе болған кезде, бәрі бірден менің жағдайыма кірмейді. Төбеден жоғары реніш, мен ито үндемеймін, деді бұлбұл. Бәрі оңынан шешіліп, жақсы болар деген ойдамыз.